Балалар, енді 7-ші жаттығуды қарайық. Берілген заттардың бәріне ортақ етістікті тап. Мына жерде көріп тұрсыздар. 3 сызба тұр. 3 сызбаның әрқайсында бір-бірден сөз тұр. Ал сөздерді оқиық. Балық, кеме, үйрек. Бұларға ортақ етістік қандай деп ойлайсыңдар? Балық не істейді? Кеме не істейді? Үйрек не істейді? Кәне, ортақ етістікті тауып жазамыз. Келесі. Бүркіт, ұшақ, инелік. Бүркіт не істейді? Ұшақ не істейді? Инелік не істейді? Ортақ етістіктерді тауып жазамыз. Ал енді балалар қараңдар. Балық, кеме, үйрек. Үшеуі қайда болатын заттар? Әрине, суда болатын заттар. Ал бүркіт, ұшақ, инелік бұлар әуеде жүретін заттар.